Қазақстанда ракты емдеудің жаңа тәсілі енгізілді. Оның артықшылығы сау тіндерге өте аз әсер етеді. Аталмыш технология стандартты терапияларға қарағанда сәуленің кері әсерін 60-70%-ке дейін төмендете алады. Ол асқан дәлдікті қамтамасыз ету үшін жоғары технологиямен жабдықталған. Оның ішінде 360 градусқа бұрылатын жүйе мен роботты үстел бар. Мұндай жетістікке жету денсаулық сақтау саласын цифрландырудың нәтижесінде мүмкін болды. Протонная терапия проводится на всех стадиях, но особенно эффективна она при лечении детей ввиду растущего организма, а также при рецидивах, при ранее полученной уже лучевой терапии. Так как ткани вырабатывают радиорезистентность, это означает, что они уже начинают вырабатывать иммунитет к радиации. Но протоны, обладая физическим свойством, могут этот иммунитет тоже побороть. Медицинаны цифрландырудың пайдасы өте көп. Мәселен, еліміздегі онкологтар обыр ауруын адаптивті терапиямен емдеу үшін жасанды интеллектін енгізген. Жаңа әдістеме сәулемен атудың дәлдігін едәуір жақсартып, жанама әсер қаупін азайтады. Соның нәтижесінде наурыз айынан бері 80-нен астам науқас ем алды. Сондай-ақ ісіктерді тек мида ғана емес, басқа да жерлерде емдеуге болатын заманауи ем қолданылуда. Аппараттың артықшылығы науқас сеанс кезінде ешқандай қолайсыздық сезінбейді және хирургиялық операциялармен байланысты болатын қауіптермен асқынуға ұшырамайды. Бірден күнделікті тірлігін орала алады. Пациенту можно не проводить операцию, то есть это вообще неинвазивная, без наркоза. Пациент находится в сознании, мы его ложим, фиксируем и проводим высокими дозами на метастазы облучения. Далее пациент после лечения, он остается в сознании, он ничего в принципе не почувствует и может дальше заниматься своими повседневными делами. Елімізде денсаулық бірыңғай экожүйесінің архитектурасы Қазақстанның цифрлық денсаулық сақтау негізі іске асырылуда. Соның аясында 23 ақпараттық жүйе оңтайландырылмақ. Пациенттерді цифрлық сәйкестендіру енгізілді. Ол бүкіл ел бойынша 1950 медициналық ұйымды қамтыды. Заңсыз әрекеттердің анықталуын 3,5 есеге арттырған медициналық көмекке ақы төлеудің бірыңғай жүйесі құрылды. Одан бөлек сандық механизмдер арқылы пациенттердің 85% тегін дәрі алады. Онлайн медицина пилоттық жобасы 8 өңірде іске қосылды. Мемлекет денсаулық сақтау жүйесін дамыту үшін жүйелі шаралар қабылдап жатыр. Елімізде медицина нысандары біртіндеп жаңғыртылуда. Ауылдағы фельдшерлік, акушерлік пункттерден бастап мамандандырылған ауруханаларға дейін жаңартылып жатыр. Медицинаны цифрландыру жай ғана технология емес, дәл емдеу мен ұзақ өмір сүру мүмкіндігі. Ол клиникаларды, жабдықтар мен мамандарды біріктіреді. Науқастар туралы деректер дәрігерлерге кез келген жерде жылдам қолжетімді болады. Ең бастысы, ел тұрғындар үшін онлайн жазылу, электрондық кезек, нәтижелері телефоннан көру және кеңес пен дәрі-дәрмекті қашықтан алу сияқты қолайлы жағдай қалыптасады.